Ерлік, елдік, бірлік, қайрат бағардың, жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың. Алтын күннен бағасыз бір белгі боп, нұрлы жұлдыз, бабам тілі, сен қалдың. Оқушылар, неліктен бүгінгі сабағымызды қазақ поэзиясының шолпан жұлдызы Мағжан ақынның өлеңімен бастадық деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Бүгінгі сабағымызда адам үшін басты құндылықтардың бірі тіл туралы ой қозғаймыз. Сабағымыздың тақырыбы тіл, құндылық. Оқу мақсаты: мәтіндегі негізгі ойды анықтау, көтерілген мәселеге баға беріп, мәліметтер мен пікірлерді өңдеу. Алдыңғы сабақталған ақпаратыңызды еске түсірейік. Құндылықтың түрлері: финалдық, құралдық, туынды. Қалай ойлайсыздар, тіл құндылықтың қай түріне жатады? Әрине, тіл құралдық құндылыққа жатады. Мысалы, тіл арқылы адам, тұлға, ұлт қалыптасады. Алдымен сіздерге мынадай жағдаят ұсынылады. Сіз көшеде келесіз. Алдыңыздан сұхбат алып жүрген журналист шықты да, тіл құндылық деген көзқарасқа пікір білдіруіңізді сұрады. Қандай ой айтар едіңіз? Рахмет. Мәселен, біз былай дер едік. Тіл қарым-қатынас құралы, дүниені танудың тетігі, ұлттың жаны, тіршіліктің тірегі. Сіз бен біздің ойымыз бір жерде тоғысты деп ойлаймын. Жаңа сабағымызға көшейік. Мәтінді бірге мұқият оқыңыз, негізгі ойларды анықтап отырыңыз. Тіл жалпы адамзаттық әрі ұлттық құндылық. Жалпы адамзаттық болатын себебі, бүкіл адамзат өркениетінің негізін тіл құрайды. Ұлттық құндылық деп аталу себебі, тіл болмаса, ұлт та болмайды. Тіл адамды ғана емес, жалпы өркениетті қалыптастыратын және оны түсінуге көмектесетін кілт. Тіл рухани мәдениеттің ең басты бөлшегі. Ол адамдар арасындағы қарым-қатынас құралы, ойды жарыққа шығарудың құралы, адам дүниетанымының қалыптасуының негізі. Халықтың тарихта қалуы тіліне байланысты. Халықтың жаны, сәні, дәлірек айтқанда, тұтастай кескін келбеті. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Ол дүние жүзіндегі ең бай, бейнелі тілдердің бірі. Бұл туралы шетел ғалымдары тамаша пікірлер жазып қалдырған. Мысалы, Платон Мелиоранский. Зерттеушілердің барлығы да қазақ тілін бір ауыздан ең бай, ең таза түркі тілдерінің бірі деп таниды. Қазақтар шешен әрі әдемі сөйлеудің үлкен шебері деп бағалаған. Василий Радлов қазақтардың тілі әуезді де әсем, шебер де шешен. Әсіресе сөз сайысына келгенде, олардың алғырлығы мен өткірлігі, тауып сөйлейтін тапқырлығы таң қалдырады. Олар мақалдап сөйлейді, жай сөзінің өзі өлең боп құйылып жатады дейді. Мәтін бойынша бірінші тапсырма. Оқу мақсатына жету үшін мәтіндегі негізгі ойларды анықтаңыз. Мәтіндегі мынадай негізгі ойларды анықтадыңыз деп есептеймін. Тіл жалпы адамзаттық құндылық. Тіл ұлттың рухани қазынасы. Қазақ тілі тарихы терең, бай тіл. Екінші тапсырма. Мәтіндегі ғалымдардың қазақ тіліне берген бағаларына сүйеніп, сызбаны толтырыңыз. Жауабыңызды тексеріңіз.
Қазақ тілі бай, таза, әдемі, әуезді, шешен. Енді қазақ тіліне сіз қандай баға берер едіңіз? Өз пікіріңізді 1-2 сөйлеммен жазыңыз. Туған тілің туралы тамаша пікір жазды деп ойлаймын. 3-ші тапсырма. Мәліметтер мен пікірлерді өңдеу үшін оқылым мәтінін сұхбат түрінде жазыңыз. Оны тілші мен ғалым, оқушы мен мұғалім, тағы басқалар арасындағы сұхбат түрінде құруыңызға болады. Дескриптор мәтіндегі ақпараттарды қолданады, 2 адам арасындағы сұхбат түрінде жазады. Мына сұрақтарға жауап беру арқылы өзіңізді бағалаңыз. Сұхбатты жүргізген кім? Сұрақтарға кім жауап берді? Мәтіндегі ақпараттар пайдаланылды ма? Қай ақпараттарды пайдаландыңыз? Өзіңізді шынайы бағалағаныңызға сенемін. Оқушылар, бүгін сіздермен мәтіндегі негізгі ойды анықтап, оған өз бағамызды беріп, мәтінді өңдеп жазу дағдымызды шыңдадық. Ендеше, бүгінгі сабақта сіз үшін құнды, қызық, қиын болған ақпараттар мен тапсырмаларды жазыңыз. Сізге берілетін өзіндік жұмыс тапсырмасы. Мәліметтер мен пікірлерді өңдей білу дағдыңызды дамыту мақсатында Мағжан Жұмабаевтың қазақ тілі өлеңін оқып, мәтінін қара сөзге айналдырып жазыңыз. Дескрипторлар мәтін мазмұнын сақтайды, көркем тілмен жазады.